Кекеш келін. Алдын ала видеоның сапасы үшін кешірім сұраймын. Кришнакант мырза Тхапкиге қоңырау шалып, қызым, қайда жүрсің? Тезірек кел дейді. Осылайша Тхапки жетіп келеді. Бұл жерде жігіттер мен қыздар бір-бірімен танысып, жар таңдайды екен. Қысқасы, біздің қалаулымның үнділік нұсқасы. Алайда Тхапки қанша тұрса да, ешкім оған қызығушылық танытпайды. Әкесі екеуі көңілсіз күйде кетіп бара жатқан. Жүргізуші оларды аяп, Тхапкиді Мишра әулетіне ұсынады. Олар болса, ойланып көрейік, деп жауап береді. Әкесі мен қызы болған жайтқа қатты қапаланып, Тәж Махалдың жанында отырып қалады. Сол сәтте шетелдік туристер келіп көмек сұрайды. Тхапки еш қиналмай ағылшын тілінде жауап беріп, оларға көмектеседі. Осы кезде Тхапки өзінің ең үлкен арманы журналист болу екенін айтады. Әкесі де қызының бұл арманын барынша қолдайтынын жеткізеді. Ал Пунам болса, Тхапкидің жолы болып кетсе екен деп іштей тілек тілеп отырады. Әкесі қызының көңілі түспесін деп, саған бірнеше жігіт қызығып қалды деп жұбатуға тырысады. Бірақ Тхапки мұндай өтірікке шыдамай, бәрінің шындығын айтып қояды. Пунамның көңілі түсіп, қызының тағдырына қатты қынжылатынын жеткізеді. Адамдардың сөзінен де жүрегі ауыратынын жасырмайды. Сөйтсек, Тхапкидің шын есімі Вани екен. Бірақ кекештігі үшін жұрт оны Тхапки деп мазақтап атап кеткен. Тхапки анасын жұбатып жатқанда күтпеген жақсы жаңалық келеді. Мишра әулеті Тхапкиге құда түсуге келісім беріпті. Олар дереу Адитиді оқуынан шақырып, құдалыққа дайындала бастайды. Үй іші әбігерге түсіп, қызу дайындық басталады. Адити де үйіне оралады. Кейін Тхапки, Адити және Шуб үшеуі бірге отырып, біраз әңгімелеседі. Көп ұзамай Мишра әулеті сыйлықтарын алып келеді. Сол сәтте олардың ұлы Дивакар да кіреді. Бірақ бәрін таңғалдырғаны, Дивакардың бойы Тхапкиден әлдеқайда аласа болып шығады. Тхапки үшін бұл ешқандай мәселе болмаса да, отбасы мүшелері ойланып қалады. Бірақ мейірімді Тхапки, әр адамның өз кемшілігі болады. Әлі сөйлесіп көрейік дейді. Бір қызығы, Дивакардың өзі Тхапкиді аса ұнатпайды. Соған қарамастан ата-анасының айтқанынан аса алмай, Тхапкимен жеке кездесуге келіседі. Ал ең қызығы, олардың соңынан Шуб та еріп алыпты. Екеуі жеке қалғанымен аса көп сөйлеспейді. Осы кезде Дивакардың отбасының қандай адамдар екені де байқала бастайды. Ұялмай шіріп кеткен жемістерді сыйлыққа алып келген. Тіпті Тхапкидің кекештігін жасыру үшін тойға келетін барлық қонаққа сыйлық тарату керек деп ұсыныс айтады. Тхапкидің бақыты үшін оның отбасы амалсыз бәріне келіседі. Кейін бәрі бірге ғибадатханаға барады. Қоңырауды соғайын дегенде Дивакардың бойы жетпей, өзі қатты ыңғайсызданып қалады. Сол кезде Тхапки оған көмектеседі. Бірақ бұл Дивакардың намысына бұрынғыдан да қатты тиеді. Пунам мен Кришнакант тіпті Дивакарға жеке дүкен ашып беруге де көмектеспекші болады. Бірге ойын ойнап жатқанда да Дивакардың бойы тағы жетпей қалады. Бұл жолы да Тхапки дереу шешімін тауып береді.
Шуб абайсызда құлап кеткенде, Дивакар бірден көмектеседі. Осы әрекеті Тхапкиге қатты ұнайды. Көп ұзамай Шубтың іші ауырып қалғандықтан бәрі үйге қайтуға мәжбүр болады. Тхапки Дивакарды мейірімді адам деп ойлап, бұл некеге келісім береді. Осылайша тойдың 3 күннен кейін өтетіні белгілі болады. Бірақ Дивакар қайта-қайта Тхапкиді ұнатпайтынын айтып жүреді. Ал әкесі болса, саған бұдан жақсы қыз қарамайды. Оның үстіне бұл отбасы бізді өмір бойы асырайды деп ұлын сабырға шақырады. Ал Тхапки болса, бүкіл отбасымен бірге Тхруфтың шоуын тағатсыздана күтеді. Ақыры шоу басталып, теледидар қосылады. Тхапки Тхруфтың ең үлкен жанкүйері екен. Шынын айтсақ, Тхруфтың өзі де нағыз краш қой. Осы кезде Пунам Тхапкидің қолындағы білезігі үзіліп қалғанын байқап, іштей уайымдай бастайды. Келесі күні Тхапки дәрігермен терапияда отырады. Бірақ анасы уақыттың болғанын айтып, оны алып кетеді. Өйткені бүгін Тхапкилер Дивакардың отбасымен кездесуге баруы керек. Шуб газеттен Тхрув жұмыс істейтін жерде бос орын ашылғанын оқып береді. Бірақ Тхапки асығыс болғандықтан оған аса мән бермейді. Оның бар ойы қай аяқ киімді кию керектігі болады. Соңында биік өкшелі туфлиді таңдайды. Ал Дивакардың паразит отбасы болса, тағы да қалай ақша жымқырудың жоспарын құрып отырады. Болашақ енесі Тхапкиге биік өкше кимегені дұрыс екенін тұспалдап жеткізеді. Ал Мишра мырза еш қысылмастан қымбат тағамдардың бәріне тапсырыс береді. Кришнакант қызына бір қарап алады да, тағы да бәріне үнсіз келіседі. Әкелер деген сондай ғой. Қызының бақыты үшін қолынан келгеннің бәріне дайын.